Мен бабам ер тоқым жасап отырмын. Кәнеки қасыма отырып, бірге ер тоқымды жасайық. Кел отыра мұнда. Әке, ер тоқым деген не? Ер тоқым дегеніміз атқа міну үшін аттың арқасына салынатын жабдық бабам. Ер тоқым ұзақ отырғанда атпен адамды шаршатпау, қауіпсіз отыруын қамтамасыз етеді. Ер тоқым қазақ халқының тұрмыс тіршілігіне ерекше орын алатын ұлттық бұйымдардың бірі. Қазақ халқы ежелден жылқыны қасиетті жануар деп бағалап, оны көлік, серік, тіпті дос санаған. Сондықтан ер тоқымды жай ғана құрал емес, ұлттық мәдениеттің бір бөлігі болып табылады. Ер тоқымның бірнеше түрлері бар. Қазақы ер, ашымай ер, әйелдер ері, салтанатты ер, жорық ер. Бабам, ер тоқым табиғи материалдардан жасалады. Ағаштан, киіз, металл үсіңгі, темір үстін болғармен қапталады. Шеберлер ер тоқымды ою-өрнектермен безендірген. Ер тоқым тек міну құралы емес, ол сонымен қатар салт дәстүрде маңызды рөл атқарған. Мысалы, ашымайға мінгізу дәстүрі арқылы бала алғашқы рет атқа отырғызған. Бұл баланың азаматтық өмірге қадам басуының белгісі. Ер тоқым халқымыздың тарихын, мәдениетін, шеберлік және зергерлік өнерін танытатын құнды мұрамыз.